Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келді. Биыл ақын жазушының туғанына 180 жыл. Ең алғаш Торғай мектебі 1864 жылы ашылып, осы жылы қаңтардың 8 күні көптен күткен ісім орнына келіп мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай қызу кірістім деп жазады ол белгілі шығыстанушы профессор Ильменскийге жолдаған хатында. Ыбырай Алтынсарин қазақ хрестоматиясы балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгіме новеллалар жинағының авторы. Таза бұлақ, кел балалар оқылық, алғашқы қоңырау атты шығармалары бар. Ағартушы, этнограф, жазушы, ақын, қазақ балалар әдебиетінің атасы Ыбырайға арнап еліміздің түкпір-түкпірінде қалаларда ескерткіш кесенелер, мұражайлар орнатылған.